әлемдік кино тарихында ерекше жаңалық орын алды. Ресми түрде бекітілді. Әйгілі актер Джеки Чан ойнайтын «Доспехи Бога» ультиматум фильмінің жаңа бөлімі. Қазақстанда, нақтырақ айтқанда, Маңғыстау өңірінде түсірілетін болды. Бұл жай ғана фильм емес. Бұл Қазақстан үшін тарихи оқиға. «Доспехи Бога» 30 жылдан бері әлем көрерменіне танымал кинофраншиза. Әр бөлімі әр елде түсіріліп, сол елдің табиғаты мен мәдениетін көрсетіп келеді. Ал енді сол қатарға Қазақстан қосылды. Көпшілікті қызықтырған сұрақ: неге дәл Маңғыстау? Халықаралық кино тобы бірнеше елдің локацияларын зерттеген. Ұзақ келіссөздер мен тексерулерден кейін негізгі түсірілім алаңы ретінде Маңғыстау ресми түрде таңдалды. Себебі бұл өңір табиғаттың тірі кино декорациясы. Шөл мен таудың бір жерде тоғысуы, кең панорамалар, биік жартас пен терең ойпаттар. Әлемде сирек кездесетін көрініс. Бозжыра мен үстірт жазығы, Шерқала тауы, кадрға дайын тұрған табиғи сахна іспетті. Джеки Чан локацияға өте мұқият қарайтын актер. Ол трюктерді өзі орындайды. Фильмнің атмосферасын өзі сезінеді. Сондықтан түсірілім орны оның жеке бақылауынан өтеді. Қыркүйек айында Джеки Чан Қазақстанға арнайы келіп, Маңғыстаудың табиғатын өз көзімен көріп қайтты. Сол кезде ол әлеуметтік желіде Қазақстанның ерекше табиғаты туралы жазды. Бұл кездейсоқ таңдау емес. Бұл нақты шешім. «Доспехи Бога» фильмі шытырман оқиға мен экшнге толы. Бұл кино стилі Индиана Джонс форматында түсіріледі. Ежелгі құпиялар, қауіпті сапарлар және шынайы трюктер. Фильмнің басты ерекшелігі: жаңа бөлімде Маңғыстау жері құпияға толы, экзотикалық әлем ретінде көрсетіледі. Осы арқылы қазақ даласы миллиондаған көрерменге танылады. Бұл жоба Қазақстан үшін үлкен мүмкіндік. Біріншіден, еліміздің табиғаты әлемдік экранға шығады. Екіншіден, туризмге жаңа серпін береді. Үшіншіден, жергілікті актерлер мен мамандар халықаралық командамен бірге жұмыс істейді. Төртіншіден, Қазақстанның кино түсіруге толық дайын ел екенін дәлелдейді. Көп мемлекеттер кино арқылы танылды. Енді сол жолмен Қазақстанда жүріп келеді. Фильм жарыққа шыққан соң әлемнің түкпір-түкпіріндегі адамдар Маңғыстаудың тылсым табиғатын көреді. Бұл өңірдің атауы жаһандық деңгейде айтылады. Бұл мәдениет үшін маңызды, туризм үшін маңызды, кино индустриясы үшін маңызды. Әлемдік жұлдыз қазақ даласын таңдады. Бұл Қазақстанға деген сенімнің белгісі. Алда, үлкен экранда Джеки Чан және Маңғыстаудың ғажайып табиғаты әлем көретін фильмде Қазақстан бар.